Сабақтың тақырыбы: қолөнер, дәстүрлі материалдық мәдениет мұрасы. Ұсталық өнер. 16-17 ғасырларға саятын қолданбалы өнер туындылары мен ұсталық өнердің дамуының басты айғағы болатын шеберханалар орындары, ортағасырлық қала орындарынан темір балқытатын пештер, ұсталық шеберханалар орындары сақталып қалған. Темір ұсталары кетпен, күрек, балта, балға, шоттар, орақ, пышақ, жер жыртатын шойын тістер соққан. Темір ұсталары шойын балқытып, қазан құйған. Темір ұсталары мыс пен қоладан бұйым жасаумен көбірек шұғылданды. Олар түрлі қоңыраулар, тұрмыстық бұйымдар жасады. Қару-жарақтар соғу ісімен де темір ұсталары айналысты. Зергерлік өнер. Зергерлік өнер туындылары түрлі өрнектермен безендірілді. Әшекей бұйымдары көбінесе күмістен соғылды. Білезіктердің ұштарының жыланның басы тәрізденіп бітетін түрлерінің кездесуі наным-сенімдермен байланысты. Бұйымдарға асыл тастарды орнату әсемдік талғаммен және асыл тастардың табиғи қасиетіне сенумен, тіл көзден қорғану сеніммен де байланысты болды. Асыл тастар орнатылған, ою өрнектермен безендірілген қапсырмалар, түймелер, белдіктер зергерлік өнердің жоғары даму деңгейін көрсетеді. Сүйек өңдеу. Сүйек өңдеу өнері де қазақ халқының қол өнерінің байырғы үлгісі. Қазақ жерінің байырғы халқы үй жануарлары мен дала аңдарының сүйектерін өңдеп, түрлі қажеттеріне жаратқан. Қойдың кәрі жілігінен тескіштер мен біз жасаған, қабырға сүйектерінің басындағы кермегін ою өрнек түсіретін қалып ретінде қолданған. Ірі жануарлардың жауырын сүйектерін жазу тақтасы ретінде, ұсақ малдардың жауырын сүйектерін жиһаз бетін өрнектеуге пайдаланған. Ұсақ қойдың қабырға сүйектері мен музыкалық аспаптарды, сандық беттерін, ердің алдыңғы қастарын әшекейлеген. Тоқымашылық өнер. Ортағасырлық қала орындарынан, қоныстардан ұршық бастарының, маталар іздерінің, мақта жіптері талшықтарының, мақта көрпелер қалдықтарының табылуы тоқымашылық өнердің дамығандығынан мәлімет береді. Тоқымашылық өнердің кең тараған туындысы кілем тоқу еді. Ал мата көшпелілердің қажет еткен сауда-саттық өнімдерінің бірі болды. Қажетті маталарды өзге елдерден айырбастап алып отырды. Киіз үй. Қазақтардың материалдық мәдениетіндегі ерекшеліктері мен құндылықтары баспанасынан көрінеді. 16 ғасырда дала көшпелілері арбалар үстіне тігілген жылжымалы киіз үйлермен көшкен. 17 ғасырдың бас кезінен кейінгі деректерде қос доңғалақты арбалар ғана айтылады. Арба үйлермен көшуден жиналмалы киіз үйлермен көшуге ауысу көшпелілер тұрмысында ірі бетбұрыс болған. Қазақтың киіз үйінің негізгі қаңқасын, яғни ағашын сүйегі деп атайды. Сүйегі кереге, сықырлауық, уық, шаңырақ деген бөліктерден тұрады. Киіз үйдің сүйегін арнайы дайындалған, кептірілген ағаштан жасайды. Кереге үйдің шеңберленген қабырғасын құрайды. Кереге жасау үшін арнайы дайырланған ағаштарлы таспамен бекітеді. Көктеліп біткен керегенің әр бөлігі қанат деп аталады. Қанат саны үй көлеміне байланысты арта береді. Орташа үйге 6-8, үлкен үйге 12-ден бастап 18 қанатқа дейін дайындалған кереге санына қарай 6 қанатты, 8 қанатты үй деп атайды. Уық кереге мен шаңырақты біріктіріп тұратын негізгі бөлшек. Уықтың кереге жақ бөлігін иіні, шаңыраққа ұласар бойын қары, 4 қырлы ұшын қалам деп атайды. Уықтың қары геометриялық өрнектермен нақышалады. Үйді жыққан кезде топтап байлайтын уықбау оның қарына байланады. Шаңырақ киіз үйдің сүйегін тұтастырып тұрады. Оған уық келіп сұғынатын қаламдықтар теседі. Қаламдық саны шаңырақ көлеміне қарай жасалады. Киіз үйге күмбезді түр беріп, түндікті керіп тұру мақсатында жарты ай бейнелес шыбықтарды ip әкеп айқастырып, шаңырақ шеңберіне бекітеді. Бұл күлдіреуіш деп аталады. Күлдіреуіш арқылы үйге жарық түседі. Қыста киіз үй ішіне ошақ орнақса, одан түтін шығады. Егер киіз үйге жоғарыдан төмен қарасақ, онда шаңырақ күнге, ал уық керегелері оның сәулелеріне ұқсас. Сықырлауық есік кереге шеңберін тұйықтап, киіз үйге кіріп шығатын есік қызметін атқарады.
Сықырлауық табалдырық пен маңдайшадан, қос босағадан, жарма беттен құралады. Қос босаға мен маңдайша ауқымды келетін көгеріс немесе зооморфты өрнектермен, ал есік беті нәзік өрнектермен безендіріледі. Кейде тапсырысқа орай бедерлі сүйекпен немесе металдармен әсемделеді. Қазақ халқында киіз үйдің көркі мен байлығы босағадан басталады деген сөз бар. Сондықтан да есікті ою-өрнектермен бедерлеуге шеберлер ерекше мән берген. Киіз үйді тіккенде үй сүйегі бір-бірімен бау-басқұрлар, құр таңғыш, шалма белдеу, балақбау, иықбау, желбау арқылы біріктіріліп танылады. Бау-басқұрлар киіз үй сүйегін бір-бірімен ұстастыру, сыртқы киіздерін бастырып тұру мақсатында қолданылды. Киіз үйді есіктен, керегеден бастап тігеді, ол ертеден шығысқа қаратылған. Киіз үйдің сүйегі құрылып болған соң, кереге сыртынан ши тұтылып, туырлық, үзік, түндік, киіз, есік сияқты киіз әбзелдері жабылады. Киіз үйдің сыртқы киіз әбзелдері жазда салқындықты сақтап, күн сәулесін өткізбеу, көктем мен күздің жаңбырлы күнде тамшы өткізбеу, қыста жылу сақтау қызметін атқарады. Ақ орда, отау үй сияқты ақ киізбен жабылатын үйлер үшін үзікті пісірілген ақ киізден пішіп, ою-өрнектермен безендіреді. Кей жағдайда киіз түсін ағарта түсу үшін бор қосып бояған. Киіз үйге салтанатты сипат беру үшін пішілген киіз үзігін өрнекті жіппен жиектеп, мақпал немесе шұғадан ою бастырған. Туырлық кереге іргесінен уықтың іргесіне дейінгі жерді, үзік туырлықтың үстінен бастап уықты шаңырақ шеңберіне дейін, түндік шаңырақты, киіз, есік сықырлауықты жауып тұрады. Ертеде қазақтар қыс мезгілінде де киіз үйді қолданған. Көшпелі қазақтар қыс кезінде үй керегесін тереңдетіп қазылған шұңқырларға орнатып тігіп, екі қабат киізбен жапқан, етегін құммен көмкеріп, сыртынан қамыспен қоршаған киіз үйлерде отырған. Ортасында орнатылған ошақта үнемі от жанып тұрған. Қыстық киіз үй жаздық киіз үйден кіші етіп тігіліп, бір үзікке кем жабылған. Қыста киіз үйді қоңыр, сұр киізбен, жазда ақ киізбен жапқан. Қазақта киіз үймен қатар, түрлі материалдардан қыстық баспаналар да жасаған. Қыстық баспаналар соғуға, табиғат ерекшеліктері мен жергілікті шикізатқа қарай кесек, қыш, тас, ағаш қолданды. Қыстық баспаналардың жертөле, тоқалтам, қоржынтам, тіркеспе үй, қақыра тағы басқа түрлері болды. Біліміңді шыңда. Сұраққа жауап беріңдер.